Бала кезімізде бәріміз Тимур мен Жаник мультфильмін көргенбіз. Және сол мультфильмдегі Айдаһар бөлімінде мына сүйкімді Айдаһар мүлдем сүйкімді емес. Нағыз құбыжық және қорқынышты жын екенін білесіздер ме? Білмесеңіз, видеоның соңына дейін көріңіз. Енді бірінші сол мультфильмді мазмұндап кетейін. Ең бірінші сол мультфильмда бір қызыл көлікпен бір кісі кетіп бара жатады. Ал артында Тимур мен Жаник отыр. Және де машинада екеуі отырады. Сосын Тимур өзінің ойыншығымен қатты дыбыстар шығара бастайды. Ал ол Жаникке ұнамай, ол оны өзіне алып алады. Сосын Тимур ашуланып оған түкіреді. Сосын Жаник өз көкесіне: "Көке, мынау мен бетіме түкірді" деп оны айтып береді. Сосын көкесі: "Сен үлкенсің ғой, тыныш отыр" дейді. Және сенің ақылың одан көбірек деп айтады. Сосын Жаник соны естіп алып: "Сен боқмұрсың" деп Тимурды жамандай бастайды. Ал Тимур болса оны ойыншығымен бір ұрады. Және сол уақытта көліктің дөңгелегі жарылып қалады. Сосын көкесі шығып артындағы дөңгелегін қарайды. Және де көп уақыт алады деп өз саймандарын ала бастайды. Және сол уақытта Жаник болса Тимурды: "Сен кішкентайсың, аяқ оратылмай кет" деп оны итеріп жүреді. Және де Тимур енді жылайын деп жатқан кезде бірдеңені көріп қалады. Сосын көкесі: "Жаник қайда" деп Жаникті іздеп, достар мен Тимур мен Жаникті орнымен ауыстырып алдым. Сосын көкесі Жаник қайда деп Жаникті іздеп жатқан кезде ол бір тастың қасында тұр. Сосын олар жүгіріп барып қараған кезде бұл не деп Тимур оны сұрай бастайды. Сосын көкесі бұны балбал тас дейді. Және кімде-кім оны айналып шықса ақылды және есейіп кетеді деп айтады. Сосын көкесі айналып шығады. Сосын Тимур қайтадан Жаникті мазақтап жатқан кезде ол балбал тасты айналып бір-бірін қуып жүреді. Сол кезде Тимур бір жерде пайда болады. Сосын Тимур Жаник пен өз көкесін іздеп айқайлай бастайды. Сосын солай тұрған кезде әлгі балбал тас сөйлеп кетеді. Ал Тимур болса шошып кетеді. Сосын Тимур боқмұрын емес батыр екенін өзін айта бастайды. Сосын балбал тас оны батырға айналдырып жібереді. Сосын Тимур өз көкесіне қайттан оралғысы келгенде оралмай қалады. Сосын балбал тастан өз көкеме қалай оралсам болады деп сұрайды. Балбал тас болса бұл батырға жай іс, жай ғана ерлік жасау керек деп айтады. Сосын Тимур түсінбей қандай ерлік деп сұрап жатқан кезде батырдың ерлігі ақымақ дейді да Тимурдың басын бір-екі рет тоқылдатып жібереді. Сосын ар жағында жылқы пайда болады. Соның үстіне отырып алып өз қылышын алып бір жаққа кете бастайды. Сосын шауып бара жатқан кезде артынан тағы да бір батыр пайда болады. Ол үлкенірек. Және де қайда бара жатсың деп сұраған кезде ерлік жасауға бара жатырмын дейді. Сосын әлгі батыр: "Менің артымнан жүр, мен Айдаһарды өлтіруге бара жатырмын" дейді. Сосын екеуі батыр болып үйрене бастайды. Сосын Тимур әлгі батырдан Айдаһарды қорқынышты ма деп сұраған кезде батыр былай айта бастайды: "Үңгірінен шыққан сайын аузынан от шашып ауылдарды өртейді. Қойды отарымен бірақ жұта салады. Бұл бәлекет кішіні де аямайды. Кәрлігіне де қарамайды. Ең сұлу қыздарды да ұрлайтын осы жендет." Сосын келесі күні олар жолға шығады. Және де келгенде бір құздың алдына келеді. Сосын екеуі бір-біріне көмектесіп әлгі құзға шыға бастайды. Бірақ мынау батыр Тимурға көмектеспей жатыр. Ана батыр кетіп қалады. Ал Тимур болса ана жерде құлайын деп жатқан кезде оны біреу құтқарып қалады. Сосын оказывается оны бір Айдаһар құтқарып қалыпты. Бірақ Тимур оның Айдаһар екеніне сенбейді. Бірақ әлгі Айдаһар өзінің сымбатты және сыпайы Айдаһар екенін айта бастайды. Және ешқандай адамдарды жемейтінін айтады. Сосын Айдаһар өзінің бақшасын Тимурға көрсете бастайды. Ол жерде қияр және қызанақ өсіреді. Сосын оны әлгі батыр көріп қойып: "Жібер мен досымды" деп айғайлай бастайды. Бірақ Тимур болса оның жақсы Айдаһар екенін айта бастайды. Бірақ бұл батыр сенбейді. Сосын Айдаһар мен әлгі батыр қоласпақ ойнай бастайды. Және де Айдаһар өліп қалуға кішкене қалды. Ал Тимур болса әлгі батыр тоқтатқысы келеді: "Айдаһарды өлтірме" деп. Бірақ батыр оны тыңдамайды. Сосын бір тупикта тұрып қалып Айдаһарды әлгі батыр ұстап алады. Және де басын кесем және басқа да дене мүшелеріңді кесем деп оған айқайлай бастайды. Бірақ оны Тимур құтқарып қалады. Әлгі қызанақ қиярларды оның басына лақтырады. Сосын батыр ашуланып Тимурдың артынан қуады. Бірақ қуам деп құздан құлап кете жаздайды. Бірақ оны әлгі Айдаһар құтқарып ұстап қалады. Және де құлаған кезде өліп қалуы мүмкін дейді. Бірақ бұл жақсылықты әлгі батыр түсінбей оның қолын кесе жаздайды. Және өзі де құздан құлап кетеді. Сосын оның бақшасының быт-шыты шығады. Ал бұған әлгі Айдаһар өкінеді. Сосын сол кезде әлгі балбал тас пайда болады. Және де ерлік жасадым деп оны әлгі көкесімен Жаникқа әкеп береді. Сосын Тимур көкесіне келіп: "Мен енді өстім" деп олар машинамен кетеді. Осымен бітті. Мультиктің соңында мына Айдаһар құтқарылып, ал балбал тас Жаникті ерлік жасаған үшін өз көкесіне қайтарады. Бірақ Жаник ерлік жасамады. Ол Айдаһарға көмектесіп нағыз батырды суға лақтырып жібереді. Неге деп ойлайсыздар ма? Бәрі гипнозда. Жаник пен батыр әлгі құзға құламай тұрып, оларды сүйкімді Айдаһар алдап гипноздап тастаған. Әлгі батыр Айдаһарды шын түрінде көрді, ал Жаник болса сүйкімді түрде. Себебі Айдаһар бәрін білді. Балбал тас Жаникті болашақтан осы жерге келгенде батырдың оны өлтіруге келе жатқанын да алдын ала білген. Және балбал тас Жаниктің көкесінің дөңгелегін жарып,
өз жанына келген. Сосын Тимур мен Жаникті алаңдатып, Тимурды өз қасына келеді. Сонда Айдаһар бәрін білсе, онда екі теория бар. Бірінші теория: Айдаһар мистикалық тіршілік иесі, яғни жын немесе шайтан. Ал екінші теория: Бабалтас Айдаһармен дос, немесе екеуінің арасында бірдеңе бар деген сөз. Және Бабалтас болашаққа барып, Жаникті әдейі Айдаһарды құтқару үшін алып келеді. Сонда болашақтың өткен шақты басқарып тұрған әлгі Бабалтас болып шықты. Бірақ бір сұрақ бар. Әлгі тасты көкесі мен Жаник айналды ғой. Ендеше неге олар өткен шаққа бармады? Әлде олар баруға міндетті емес пе? Жоқ. Олардың болашаққа немесе өткен шаққа мүлдем қатысы жоқ. Ал біздің бас кейіпкеріміз Тимур неше түрлі мистикалық қиындықтан өткен. Және әлгі жезтырнақты да қиын жағдайда қалдырған. Сол үшін мистикалық әлем Тимурды қауіпті деп санап, оны сынап көруге шақырған. Бірақ тағы да теория бар. Тимур жезтырнақтың барлық күшін келтіріп, оны өлтіреді. Сосын болашақ өткен шақтың бәрі быт-шыт болып, соны Тимурдың өзі түзеу керек болған. Енді Тимурға солардың бәрін түзеу үшін мистикалық әлем оны шақыруда. Осымен бітті. Айтып қойын, бұл жай ғана теория, бұны шын мәнінде қабылдап қалмаңыздар. Каналға тіркел, лайк бас, коммент жазса бол.